Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Арайлым. Мен YouTube арнама қош келдіңіздер. Осыған дейін мен YouTube арнамда сіздер тек рецепттерді ғана көрсеңіздер, енді осы видеода сіздер менің осы өмірімде болып жатқан әртүрлі қызықты видеоларды көретін боласыздар. Өйткені сол видеолар арқылы мен қызықты сәттерімді осы YouTube арнама салып сіздермен бөліскім келеді. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ал ендеше кеттік. Дальше кеттік. Одеваться. Так, где есть свободное место? Беговая дорожка, никого нету даже. Книжку, беговая дорожка. Заттар. Менде демнок. Амина! Амина! Амина тазалада. Аминамен прогулкаға шықтық. Амина именно осы качеляны жақсы көреді. Осы качеляда качеленгенді. Өзі безопасно. Қазір погода прямо күшті болып тұр. Күн шуақты, жылы, қалың киінбейсің. Бай-бай қозғал сөйлет. Все, двигайся теперь. Через Face ID. Сені қарап жатыр ғой. Face ID. То есть, сағанда акцент қойып жатыр. Баршаңызға қайырлы күн достар. Қалайсыздар? Бүгін ботанический паркке келдік. Таңғы уақытта. Бүгін ауа райы өте күшті болып тұр, прям жып-жылы, күн шуақты, жүргенге, қыдырғанға өте жақсы. Таза ауада, и плюс еще адам жоқ. Белкалардың барлығы бізге жүгіріп жүр, соларға ештеңе алмадық. Вафли алған болатын, бірақ оказывается солар мучной жемейтін сияқты. Оның қасында торғайлар жек кетіп жатыр.
алдын ала арпа, мәш және кукурузаны, жүгеріні ыстық суға салып қоямын. Салып тұрып қоямын осылай. Етіміз бір қайнады, енді біз оның көбіктерін аламыз. Қазір тесіп шығатын боламыз. Ішіндегі артық суларын сыртқа шығару үшін. Осылай тескен кезде осылай сулары сыртқа шығады. Так, бізде қазір 25 минуттай қалды. Жоғарғы гранике қойдым температураға. Теперь барлығын салатын боламын. Осы етпен бірге соңына дейін піссін. Өйткені етке бір жарты сағаттай қалды, жарты сағатта етті алам. Крупалар потом өздері пісе береді. Ақ кукуруза. Бидайды мен жаңа суға просто пісіріп көрдім, алдын ала тез піседі, поэтому саламын. Бұлар мен кипятокта салған. Етті осылай шығарып қойдым, қаз екеуін бөлек. Мына жерде бөлек ыдысқа салып аламын. Суығанын күтемін. Суығаннан кейін барып айран қосатын боламын. Ыстықтай айран қоспаймын. Өйткені ыстықтай қосса, яғни ертіп кетеді. Так, мынаған вот айран қосатын боламыз. Сорпаға. Теперь араластырып көрейік. Вот осылай. Жақсы. Енді осыған етімізді қосамыз. Біздің наурыз көже дайын. Қасына қазымен бірге. Дастархан түсірейін. Да, ютубқа. Ютуб блогер пойдет. Да. Там такой острый нож купили, все порезались. А ты что, где порезалась? Ты проверяла или просто? Прям мыло и он острый. Бүгін бізде қонақта Ильяс. Привет. Азарина, Даулет. Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Менде бүгін дайындық, бүгін мен сестренкам ұзату тойы, соған біз дайындалып жатырмын. Кешке бізде ұзату той болады. Менімен бірге дайындалып болды мен шашым. Некоторые қыздарға негізі осындай шаштар жарасады. Маған тоже вроде жарасатын сияқты, бірақ кішкене непривычно маған. Сондықтан мен қазір бұл шашымды түзу қыламын. Не кары, а түзу болады осындай. Банерки жасадық, ішіне конфеты, стол. Осындай бүйтіп қойдық.
шампанья қойдық. Арминаның студенттері. Алтын стол біздер. Баланың кеткен немересі аллада сорады, алла берді. Сау бесейік. Ал келіңіз, Бисмиллахиррахманиррахим деп. Қаз балам, қадам бассаң мәз болар, кірмей өңді шешейін, тұсауыңды кесейін, пәй балам, болашаққа қадам бас балам. Ал қадамың құтты болсын. Қолынан ұстап алыңыз. Поддельный паспорт, но из-за них не смогла и хочешь возврат. Думаешь, ты одна такая? Все разбежались, не успев ничего забрать. Ах вы черти. Садись, поговорим в машине. Быстро. Барлығыңызға сәлем достар. Кеше ғана мен туылған күнім өтті. 4 мамыр, бүгін бізде 5 мамыр, сағат уже түнгі 12-ден кетті. Мен посуда жуып қазір болдым. Енді жолдасым сыйлаған гүлдерді маған қазір вазаға қою керек болады. Мына жерде сирень гүлді менің қызым Аминаға сыйлады. Аминаға жолдасым әрдайым қазір маған гүл сыйласа, міндетті түрде қызыма да гүл алып келеді. Осы корзинадағы гүлді, вот мына роза гүлді маған сыйлады. Бұл жерде сирень гүлдің астында уже губка бар екен. Оған біз 1 стакан су құю керек болған. Оны құйдық. Роза гүлді мен қазір вазаға салатын боламын. 2 ваза бар менде. Сол 2 вазаға бөліп саламын. Бежать не могу. Но что мешает вам, когда вы потеряли только деньги? Попав на остров, вы не покинете его. Не вы, не девочка. Когда засыпала, тоже так думала. Нет. Я думала, прости. Сәлем достар, мен қазір кешкі ас жасайын деп жатырмын. Қазір табамды қыздырып жатырмын. Етімді алдын ала турап қойдым. Тураған кезде осындай ұзынша қылып турадым. Енді біздің қызып жатқан табамызға біздің зәйтүн майымызды құямыз. Осыған біздің турап алған етімізді саламыз. Етті осылай суы тартылғанша қуырып алдым. Алдын ала чеснок пен пиязды турап алдым. Енді қазір етті бөлек ыдысқа салып аламын да. Сары майда біздің пияз бен чеснокты пісіретін боламын. Мына жерде ет, бізде пияз, чеснок. Енді мен саңырау құлақтарды алдын ала турап алдым. Қазір осыған салатын боламыз. Құлақтарды салып алдым. Енді осыған мен сметана қостым. Сметана осындай президент 15%. Негізі кез келген сметананы қосуға болады, бірақ маған осы ұнайды. Қостым. Қазір араластырып жатырмын. Енді кішкене көлемде су құятын боламын және бұқтырамын. Примерно грибойлардың пісетін уақыты 15-20 минут аралықтарында суда бетін жауып крышкамен бұқтырамын. Өте дәмді болып піседі және тез дайын болады. Ет жұмсақ болып шығады. Етке уайымдамаңыздар, қатты болып қалады деп. Өйткені алдын ала біз қуырып алдық және қазір суда оны тағы да пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін жолдасымның туған күні. Біз соған өзіміздің отбасымыз болып кафеге бұл жаққа бара жатырмыз, тауға қыдырып қайтуға. Мендегі бүгінгі образ осындай. Негізі двойка. Просто шалбары ғана кидім. И үстіне осындай рубашка кидім. Ұзын, бірақ осындай
артқа жібердім, чтобы көрініп жүр. Бізде мен мына жерде жареный судак, риспен заказ бердім и овощилар разные. Ана жолдасым заказ бергені. Пока Минка спит, біз жаслап тамақ жеп аламыз. Біз тауға бара жатырмыз. Амина, подожди. Подожди-ка, өзіңді көресің, қара. Тебя какие-то ступенчики? Да. Камера. Да. Біз тауға келдік. Алмарасанға, Аюсайға. Адам көп, сондай бүгін дүйсенбі, жұмыс күн. Бірақ все равно адамдар көп. Так, мына елканың үлкен ұзындығыны үлкенін-ай. Дәулетім нені көтеріп жатыр жоғары. Погода күшті болып тұр. Какой-то суық сияқты, бірақ суық емес. Ал водопадқа да келдік. Да, водопад. Мертвые души зачем будешь? Аллах красав. Марьям, ванна подойдет. Ау, Зарина, осы жаққа жейміз бе или далаға дайындаймыз ба? дала ыстық емес па? Попкорндер вот тут на этом есть. Ана кісі айтады, бірдеңесін ашып береміз деді, если далада отыратын болсаңыздар. Мен қазір рум-тур түсіре салайын. 5 минут. Осыны заттарды орын-орнына қой. Посмотри, Данияр, будем здесь обедать или вот тут будем обедать? Вон там, Нет, вот тут будем, там опять солнце там. можно там, да. Вот тут. Данияр, посмотрите, как тут насколько чистое. Либо ана нені ашып берем деді ана кісі, чтобы тауға қарап не істеуге болады. Данияр, посмотри, чтобы она только что... Тапчан. Ложка вот она. Осындай ойнайтын ойыны бар. Ау! Ужин ішуге бара жатырмыз. Осындай коридор. Ау! Колясканың ішінде? Иә. Точно на? Иә, точно. Ладно, соседочки, залазим.
Да. Осындай әдемі отельде ужинға бара жатырмыз. Дәулет, папа, мама, Амина. Швеция деп аталады. Сағат бізде 6:30. Ужинның уақыты 6:30-нан 8:30-ға дейін болады. Турецкий Диснейленд. Түріктердің Диснейлендіне келдік. Аланиядағы. Мама, папа, я тұрады. Дәулет, Амина. Ауа райы күшті. Супер. Адам көп. Кешкі сағат 10-да осындай фонтандардың шоу болады екен. Соны күтіп отырмыз. 10-ға бір газ 15 минуттай қалды. Я. Қазір саған 10-да шоу болады деп адамдардың барлығы қазір күтіп отыр. Біз корабльден водопадқа келдік. Корабльмен қазір адамдар тоқтап, осы водопадтың қасына ближе барады. Осындай әдемі теңізде. Ал бізде корабльдің іші. Адамдардың бәрі водопадқа кетті. Бұл жерде бізде барлығы тегін. Мысалы 2:30-нан сағат кешкі 8-ге дейін кез келген уақытта келіп, осы жердегі пирогтарды, торттарды алуға болады. Мен қазір алғым келіп тұр. Егер қарны ашқан жағдайда дополнительно осындай чай, қасына кез келген торт, пирог, заказ беріп жеуге болады. Бұның барлығы тегін. Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін бізде қайтатын күн. Соңғы күн кешкі сағат 10-да бұйыртса Алматыға ұшатын боламыз. В целом бізге бұл отель өте қатты ұнады. Бұл отельдің бұл жерде свежий сок ішеміз. Кез келген уақытта келіп, лимон, апельсин және грейпфрут және сәбіз 4 түрлі соктар. И әртүрлі детокстар бар. Соларды ішуге болады. Отельдің бұл алдыңғы жағы мореге қарайды. Осындай әдемі көрініспен. Осылай прямо жүрсек мореге баруға болады. Алда еще үлкен бассейн бар. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Шағын магазиндер бар. Очки сататын магазин. Разный магазиндер бар. Вот это я. Белый коллектив. Ау! Да, был игрушечный магазин и плюс ванна, бассейнге арналған. Ау, қазір папаға барамыз. Наш папаға барамыз, Аминка. Осылай прямо жүрсе, мореге баруға болады. Және ортада бассейн, бар тегін, мороженое сататын жерлер бар. Қазір оны көрсететін боламыз сіздерге.